Асағам қор тым рақымды әлемдердің Раббысы саған лайық бар қолыңның мадақ шүкір алғысы صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم адамзатқа ең ақылды бірақ бауырларым бар, олардың бәрі неде? Балалы шағалы болып кеткен ба? Иә. Олардың өздері ше 60-ға пенсияға шығып жатыр. И айлыққа істейді олар. Жағдай жоқ. Өткенде звонить етсем, келіп мынандай майда-шүйде үйдегі тірлік береміз дейді. Атақ ақша жағынан енді ренжімеңіз дейді да. Ой, Қазақстанда в обеду не даст, мир не без добрых людей дейді. Ана Африканы көрсетіп жатыр. Аштан қаншама адамдар, иә? Оған қарағанда тоба шүкір деймін да. Өткенде бір қаладан бір қыз звонить етіп, ішке кірсеңші. Қаттар екен шын ба, иман нұрын жағып берген оу Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям. Апа, жалғызбасыз ба? Иә. Ана еволдар келді ғой. Келіп андайларды іліп кетті ғой. Сонда 10 мың теңге квартираға төлейсіз? Ары қарай 8 мың теңге, Екі мұшыма қалат болды. Оттан сөмен анау. Қандаға байатқан еді. Ешкімге жалынбайды. Көршілерім әкеп береді. Хадисінде айтқан екен. Байлықты әлсіздердің қасынан іздеңдер дейді. Әлсіздер деген кімдер дегенде, әлсіздер деген әл ауқаты бойында күш қуаты кеткен қарт кісілер. Сосын мүгедектер, сосын нәрестелер екен. Бұл кісілер біздің қоғамның берекесі, үйдің, әулеттің берекесі. Өкінішке орай қазір әрбір перзент солай түсінсе, ата-ананы алақанында ұстар еді.